алдымен шаттық шеңберде тұрып ұйымдастыру кезеңін бастаймыз. Назым Нұрбек, бүгінгі күніне сәттілік тілеймін. Асқарлы мұғалімдерім саған сабақта сәттілік тілеймін. Ұлағат бол болсын, бүгінгі сабақта саған жақсы бал алушылығына тілектеспін. Бақытты бағдарлет саған өмірде бар жақсылықты тілеймін. Рахмет. Ал енді топқа бөлінеміз. Суреттерді таңдау арқылы топқа бөлінеміз. Кәне, сурет нәтижелер болды. Енді инженерия. Сендерді қандай екен аты? Биотехнология. Балалар, бүгінгі сабақтың оқу мақсаты белгілі бір ғаламтор энциклопедия, газет, журналдар, оқулықтар, ғылыми еңбектерден алынған деректерді дәлел ретінде қолданып, авторына сілтеме жасау. Осы біздің бүгінгі сабағымыздың мақсаттары. Енді сендерге мега шабуыл ретінде сұрақ қоямын. 3 сұрақ қоямын, сол сұрақтарға жауап береміз. Биотехнология дегеніміз не? Биотехнология дегеніміз кән айта ғой? Биотехнология дегеніміз биологиялық организмдердің қатысуымен жүретін процесс. Оның мақсаты қандай? Айта ғой, бағдарлет. Жануарлардан асыл тұқымды шығару. Жаннан қолданып жүрміз. Айта ғой, болсын. Ғалымдар биотехнологияны алғаш рет 1919 жылы белгілі ғалымдар Эрикли Өте жақсы. Енді үй тапсырмасын тексереміз. Үй тапсырмасына балалар, сендерге биотехнология туралы мәлімет және деректер жазып беріңдер деді. Ал аяулым оқи ғой. Биотехнология дегеніміз биологиялық организмдердің қатысуымен жүретін процестерді адамның мақсатына сай өзгерту арқылы өзгерістер пайдалану. Қазіргі биотехнологияның басты мақсаты өсімдіктердің жаңа сорттарын, жануарлардың асыл тұқымын шығару. Оның адам өміріне қажетті заттар өндіру үшін биологиялық нысандар мен процестерге негізделген жаңа ғылыми және өндірістің сапасы деп қарауға болады. Өте жақсы. Келесі топ. Биотехнология туралы оқи ғой. Рахымбай ғылым мен өндірістің жаңа саласы биотехнология ғылымының үлгісінің тұңғышы. Оның ғылыми еңбектері өсімдіктің өсуіне даму ретінде организм және клетка деңгейіндегі гормоналдық механизм мен зерттеуге арналған. Бірқатар салалық бағыт бойынша ілгерілеуі байқалған. Соның бірі биотехнология. Қазір осы саланың өркендеуіне зор үлес қосып отырған ұлттық биотехнология орталығында бірқатар жоба жүзеге асырылып жатыр. Біз ұлттық биотехнология орталығындағы өсімдіктерді селекциялау зертханасындамыз. Мұнда ғалымдар қызыл кітапқа енген және жойылып бара жатқан өсімдіктерді және жеміс-жидектерді көбейтумен айналысады. Осы бейнебаян туралы не түсіндіңдер? Сәйт айта ғой, Сәйт. Бейнебаянда биотехнология саласындағы ғылым мен білімнің дамуы туралы айтылады. Дұрыс, ғылым мен білімнің дамуы туралы айтылады екен, не? Айта ғой, Арман. Биотехнология орталығы сирек кездесетін жеміс түрлерін сақтап қалуға атсалысады. Дұрыс, өте жақсы. Топтық жұмыс жасаймыз. Топтық жұмыстың дескрипторы мәтінді оқимыз, өзара пікір алмасып, ой бөлісеміз. Және ә мәтін кітапта, а мәтінді қайта жарайды, сендер оқыңдар, ә мәтінді сендер оқисыңдар, қан оқимыз а мәтінді. Басқаларын тыңдайсыңдар. Қытай ғалымдары адам мүшелердің шығарудың жаңа технологиясын сынақтан өткізу ескі мүшелерге балаларға көмектесті. Білген жоқ. Әдетте мұндай жағдай құлақта жиі кездеседі. Операциядан кейін жазушылар 3 ай ішінде өсіп шыққан соң құлақ балаларға отырғызады. Операциядан кейін 2 жыл өткенде 5 пациенттің 4-ен отырғызылған құлақтарында шемішек пайда бола бастады. Ал 3-інің құлақ қалқаны сау пішінге айналды. 2 баланың құлағы біршама қисық болып қалды. Бірақ та мүшені қабылдамау бір балада байқалмады. Алдағы өте жақын арада медициналық практикаға енетін айқын дәлелдері дейді. Өте жақсы. Келесі, мәтінді оқимыз, тыңдаймыз. Әдетте терісі қатты күйген адамның терісі қалпына келтіру ұзақ уақытқа созылады.
Оның үстіне жарақатты таңатын медициналық жабдықтарды жиі ауыстыру қажет. Емдеу процесінің ұзаққа созылатындығы да сондықтан. Жасанды тері жасау бойынша жүргізілген медициналық зерттеу жұмыстары мол нәтиже көрсетті. Бірнеше клиникалық жасанды штамдарын алып, клиникалық сынақтан өткізіп, әрі қарай медициналық тәжірибеде қолдануға болады. Алғашқы тәжірибені сәтті өткізген орталық мамандары енді клиникалық сынаққа дайындалып жатыр. Бұл жолы сынақ адамның өзін жүргізілуі мүмкін. Ол үшін ерікті донордан немесе науқастың өзінен тері жасушалары алынады. Осындай ғылыми жұмысты тоқтатпай жүргізу үшін биылғы жылға қаражат жеткілікті. Ал енді бүкіл әлемдік денсаулық сақтау ұйымының талаптарына сәйкестендіру үшін келесі жылы қыруар қаржы қажет. Өте жақсы. Мынаны қараңдар. Мына жерде екі мәтіннің тақырыбын, қызметін, идеясын, тілдік ерекшелігін табамыз. Топтық жұмыс болғандықтан бәріміз ойласып, тез жасамыз осыны. Топтық жұмыс. Келесі топ. Бірінші топ. Айтамыз. А мәтінде не айтылады? А мәтінде тақырыбы. Адамның дене мүшелерін өсіріп шығару. Ал А мәтінде денесі қатты күйген адамның терісін қалпына келтіруге. Қызметі. А мәтіннің қызметі. Баланы өсіп етілмеген бес баланың құлағын қалпына келтіру. Өте жақсы. Келесі. А мәтін. Қызметі. Идеясы. Адамның дамыған мүшесін Қалпына келтіру деген идеясы. сахналардан жерді шыққан қалпына келтіру. Өте жақсы. Тілдік ерекшелігі. ғылыми іздеу, биотехнологияның Дамуы. Иә. Тілдік ерекшелігі. Құрылымы. Даму түрде, ғылыми түрде, биотехнология, даму, немесе ғылыми стиль деп айтамыз. Өте жақсы балалар. Қорғадық. Қане, келесі топқа баға беріңдерші. Гендік инженерия тобы. Сендер, биотехнология тобы, келесі топқа баға беріңдерші, қане. Бау беріңдерші. Өте жақсы. Енді келесі жұмысымыз, бұл да балалар топтық жұмыс. Постермен жұмыс істеуге. Постермен жұмыс істеу дегеніміз, балалар, бір топқа биотехнологияны береді, екінші топқа гендік инженерия дегеніміз не екен. Соны мынау плакатқа жазу арқылы қорғайсыңдар. Өте жақсы. Ал қорғаңдар. Биотехнология. Ауыл шаруашылығында асыл тұқымды жануарларды пайда болады. Биотехнология ғылыми және өндірістік технология. Тірі жасушаның биоөндірістік белсенділігін зерттейді және де сапалы өндірушілік қабілеті бар. Өте жақсы. Отырыңдар. Жақсы. Стоп. Инженерия. Шаруашылықта пайдасы көп, тез піседі, сапасы жоғарылайды. Екінші Америкада 1983 жылы биологиялық қару жасау барысында ең алғаш ГМО өсімдіктерін өндірді. Және бір ағзаның генін екінші ағзаның геніне енгізеді. Бесінші, гендік модификацияланған өнімдер шығарады. Алтыншы, ГМО өнімдерінен адамдар артық салмақтан арыла алмайды. Өте жақсы. Отырыңдар. Енді бір-бірімізді бағалаймыз. Бірінші биотехнология тобы қорғағандықтан қандай баға қоясыз? Бәрінің бағасы мынау екен. Өте жақсы. Келесі, гендік инженерия тобын, биотехнология тобы қалай бағалайсыңдар? Қандай бағалаңдар? Өте жақсы. Жұмыс жасаймыз балалар. Әркім өз бетінше жұмыс істейді, және осы жеке жұмыстың дескрипторы балалар 4 балл. Бір-біреуден алыңдар, осыны жазып шығыңдар. Қысқаша жазып шығыңдар. Оқи берсең болады. Гендік инженерия. Гендік модификацияланған жеміс-жидектер. Ғылыми пастерленген ашытқыш сүт, ет өнімдерін сақтап қалу. Заманауи өнімдердің ұзақ сақталуы тез бұзылмауы үшін оны зерттелінді. Өте жақсы. Отырады, жарайсың. Авторға не айтар едің? ГМО өнімдерінің зиян жағы да, пайда жағы да бар. ГМО азықтардың қазіргі таңда
мутанттарды аныктап беретін әдістер бар. Сондықтан отандық табиғи өнімдерді пайдаланған дұрыс. Табиғи өнімдерді көбірек пайдаланған дұрыс. Зиянды біздің тағамдарымыз қандай тағамдар зиянды тағамдар? Мысалы, кока-кола, кедейшілік, чипсы дегендер табылады. Өте жақсы. Келесі. Гендік инженерия, гендік модификацияланған өнімдер, ғылыми жеміс жидектердің тез пісуі, заманауиға қазіргі таңдағы тез дайындалатын тағамдар, фастфуд тағамдар деп айтамыз, ол зиянға пайдалы ма? Қандай зияны бар екен? Адамның семіздігіне алып келеді. Өте жақсы Бауыр, өкпе, жүрек, қан тамырларына әсер етеді екен, отыра ғой. Нұрасыл, сен айтады, жеке жұмысыңды. Гендік инженерияға гендік модификацияланған өнім жатады. Ал ғылымиға табиғи ашқыш микроорганизм дақылдары өтеді. Ал заманауида пастор қалыптасқан биотехнология негізіндегі молекулалардың биология мен генетика химия жетістіктері. Өте жақсы. Балалар, жеке жұмыс істеп біттік, Бағдәулет болды ғой, болды. Саяқ болды. Мен жеке не алмай қойын бұны. Жинап берді, кейін көріші тамшақ. Енді сабақты аяқтай отырып, рефлексия жасаймыз. Рефлексияда бүгін сабақта не білдім, не үйрендім, не түсіндім, не біле алдым, тағы да не үйренгім келеді, соны мынаған жазып шығасыңдар. Егер мынаған жазғыларың келмесе, стикерді пайдаланып, стикердің бетіне жазсаңдар да болады. Бұл жеке рефлексияны сіздің сабақтағы. Ауызша айтыңдаршы, Саяқ, сен бүгінгі рефлексияға не жаздың? Бүгінгі сабақ туралы не айта аласың? Бүгінгі сабақта мен биотехнология саласын түсіндім. Және оның зиянды және пайдалы жақтарын да білдім. Қайсысы қызық болды? Қайсысы сәт қызық болды сабақта? Орындау қызықты болды, отыра ғой. Һәм мына топтан Бағдәулет сен айтшы, бүгінгі сабақ саған ұнады ма? Бүгінгі сабақта мен биотехнологияның қалай дамығанын түсіндім. Бүгінгі сабақта мен биотехнологияның қандай жұмыстармен жүретінін білдім, таныстым. Оның жақсы жағын және де жаман жағын білдім. Пайдалы, пайдасыз жағын білдім. Мен оны тағы да білгім келеді. Бүгін сабақта мен гендік инженерия не екенін түсіндім. Бүгін сабақта қуантқаны нені зиян, нені пайда болғанын түсіндім. Өте жақсы, жарайсыңдар. Ал енді балалар, бүгін біз сабағымызды аяқтай отырып, үйге 140-ші беттегі 7-ші тапсырманы орындап келесіңдер. Ал енді қорыта айтқанда балалар, мына сендер бүгін сабаққа қатысып, биотехнология туралы және гендік инженерия туралы түсініктерді білдік. Енді осыны біле отырып, ары қарай дамытып, ары қарай ғылыми зерттеу жүргізулеріне тілектеспін. Сабақ аяқтала отырып, сендерге бал қояйын, баға қояйын. Топ мүшелері бал қойып отырыңдар деді ме? Бұл болсын, сенің тобыңда, гендік инженерия тобында кім қанша бал алды деп ойлайсың? Саяққа қандай бал қоясың? 10 балдан 9. Саяққа 10 бал қойдың ба? Нұрасылға ш? Нұрасылға 10 бал ма? Нұргүлге ш? 10 балдан 9 бал ма? 10 балдан 9 бал. Өте жақсы. Ал сендер ұлғысыңа қандай бал қоя аласыңдар? 10 бал де. Ал сендер кім аяулым? Мен Арманға 10 бал қоямын, Бағдәулетке 10-нан 9 бал қоямын. Өте жақсы. Ал Арман сен қандай бал қоясың аяулымға? Өзіне өзі бал қоя алмайды ғой? 10 балдан жоғары. 10 бал қояды екенбіз,